істедіңіздер? Иә, мен де Сіз істедім. істедіңіз ғой мектепте. Барлықтарыңыздың еңбектеріңіз бар. Мынаның ішіне кіріп қоп кетпеңіздер енді. Әйтеуір қолдарымды ұлғамапты. Алды ғой. Иә. Мына екінен қолдардай бұралған. Мынау мен мына мектепте мына класста мен істедім. Мына жерде несі? Несі бар, келесілері бар. Мынау техниканың несі бар, балаларға не жасалады ғой, иә? Ескі мектеп. Бұл енді бұл қайтадан неге келмейді ғой. Ремонт жасаса болады ма не? Бұл жерде балалар бұрын боксқа, күреске қатысатын жасаған болады. Өте жақсы. Аяғында ол да жоқ. Ол да жоқ. Өте жақсы болады еді. Иә, сондай жасаған балаларымызды, немерелерімізді бергенбіз. Әкімшілік айдап шықты ғой. Содан кейін әгі қыста отын су білсе өзіміз көмектесеміз, көмірінде отында ешқандай неге жоқ қылды да міне енді ол балаларға о да жоқ. Ол балаларды да айдап шықты. О бала. Не болды? Сен салар да мен салар. Атқа шөп кім салар? Қайран мектеп, мына музей болған, мына музей деп жаңағы осы мектептің тарихи жаңағы мағлұматтарын осы жерде апармендеді. Осы класс сондай болған кезінде. Мынау деген жерге жатқаны дұрыс емес қой? Иә, міне көрмейсіздер. Қарамайды ғой, қараусыз қалған. Масқара ғой мынау. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні дейді. Мынау жерде жатыр. Масқара. Міне қара гимні. Міне рәміздері мынау. Мынау енді жарайды іліп тұр. Ол терезені жабу үшін іліп Міне қойыпты. рәміздер. Мына қараңыздар. Мынау енді сіздердің әкімшілікке не бір өте бір сын. Өте үлкен сын болмайды мынандай. Мына машағы бар. Рәміздері, гимнді сөйтіп қойып қойған. Қарашы, бәрі. Ең болмаса бір дұрыс жерге апарып қоймай ма бізге болмаса? Міне. Мемлекеттік туы масқара. Панфилов ауданы Аққұдық ауылы. Мынау деген масқара екен. Мен мынаны көріп шошып кеттім шынымды айтсам. Елтаңба міне. Мына қараңыздар. Елтаңбада жатқан жері бар. Не болды? Қайран дүние. Осыны не қара жаңа мектеп